Ержет мырза, сіз ауызашар жасайды деп естіп жатырмын. Қайырлы кеш, ассалаумағалейкум. Сұрақтарға жауап беруді бастадым. Енді еңлік не болды, Айсұлтанмен аты шығып жатыр деп жатыр екен да. Бірақ нәрсе айтайын, мен қазір ешқандай шаруам жоқ. Айтады ғой, нәпсісін жеңген палуанда шаруасында шаруам жоқ деп. Сол секілді әркім өзі білет, кім-кіммен аты шығып жатыр, шықпай жатыр. Біреудің өміріне қатты араласым келмейді, шыны керек. Біреудің істеп жатқан іс-әрекетіне ой бүйтіпті ғой, сөйтіпті ғой деген сияқты бір нәрсе айтқым да келмейді, шыны керек. Әркім өз өмірін түзеліп, өз өмірмен айналысса, бәрі берекелі, барлығы жақсы болады деген айтамын. Амалдар ниетке байланысты, ең бастысы ниетті таза ұстайық. Досым, шетелден аман есен келдің ба, демалып, қалай жақсы демалып қайттың ба? Айта қойшы, қандай анау өмірде болады бір толқынмен келесі бір толқын, екеуі бір жанасып бірге ағайын десе, ол екі толқын бірге ағамайтын жағдайлар болады екен өмірде ше. Мына толқынның өзінің жүйесі бар, мына толқынның өзінің жүйесі бар дегендей. Сондай нәрселер көп байқалды. Табиғатқа қарсы шыға алмайсың ғой. Одан кейін қалай деп айтсам, жалпы не деп жеткізсем екен сіздерге. В общем, 14:30-да ертең Алла қаласа көресіздер бәрі. Ой, Моляны Алла қаласа Алматыда болса шақырамын ғой бұйырса, міндетті түрде. Красотка, красавицаны.